Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі жазушы Дулат Исабеков ағамыз ел президенті болған Нұрсұлтан Назарбаевтың қылмысын жасырғысы келді деген сөздерін айтқанын естіп пе-едіңіз? Ендеше назар аударыңыз. Академияда сөз сөйледім дейді ағамыз. Президент өзі жайлы бұйрық шығарыпты. Оның қызметі аяқталғаннан кейін отбасы қудаланбайды, қаржы мүлігі тексерілмейді деп бұйрық шығарыпты. Сол кезде 10 күн бұрын Қаныш Сәтбаев құрған академияны 10 минутта таратып жіберді. Бардым, сөз берді. Қазақта жау кеткен соң қылышыңды боққа шап деген мақал бар. Академияны таратып жіберіп, енді неге жиналып отырсыңдар дедім. Сонда біреуі неге тараттың? Мемлекеттің қаржысы жетпей ме деп сұрақ қоя алмадыңдар. Не сендер өтірік академиксіңдер, не нағыз қорқақ академиксіңдер дедім. Оларға да жек көрінішті болдым. Міне, Назарбаев өзінің қылмыстық әрекеттерін жасыру үшін пәлен жыл бұрын бұйрық шығарып қойды. Отанын сатқан жағдайда болмаса, өзінің қызметіне жауап бермейді деген не сөз? Отанын сату екі қап картоп сату емес қой. Отанды бірте-бірте сатады. Бірінші тілін сатады, саясатын сатады, жерін, жер байлығын сатады демек қылмысы бар екенін білген соң осындай бұйрық шығарды дейді Дулат Исабеков ағамыз. Ал өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы соңғы ақпараттардың негізінде Сенаттың өзі Нұрсұлтан Назарбаевтың парламенттегі сөзін ғана қалдырып, ал Қазақстан Халқы Ассамблеясындағы оның құзыретін және Қауіпсіздік кеңесіндегі құзыретін шектеген болатын. Жазушының айтқан пікірі сізді де ойландырған жоқ па? Төмендегі комментарийге міндетті түрде өз ойыңызды қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.